Егер сіздің жаңа туған сәбиіңіздің немесе емшек еметін сәбиіңіздің басында осындай қабыршақтар, бөртпелер пайда болып, сізді мазалап, уайымдатып жүрсе, онда осы видеоны толық көріңіз. Бұл қабыршақтар себореялық дерматит деп аталады. Себорея сөзі майдың толуы, майдың ағуы дегенді білдіреді. Ал дерматит терінің қабынуы. Сонда терінің осындай майдың жиі бөлінуінен қабыршақтанып қабынуы деген мағынаны білдіреді. Бұл себореялық дерматит жаңа туған нәрестенің 2-4 аптасында пайда болып шыға бастайды және 1-1,5 жасқа дейінгі уақыт аралығына дейін созылады. Бұл бөртпе нәрестелердің бас терісінде қызыл немесе сары қабыршақты дақтар түрінде болады, немесе қыртыстар түрінде болады. Қатты, қалың, сары немесе қоңыр түсті қабыршақтар пайда болады. Бұл бөртпе бетте немесе қастарда, құлақтың артындағы теріде, жөргек аймағында, тіпті мойын мен қолтық астында қатпарларда да кездесуі мүмкін. Себореялық дерматиттің негізгі себебі толық әлі нақты анықталмаған, бірақ маластезия тобының саңырауқұлақтарының әсерінен болуы мүмкін деген болжам бар. Және оған әсер етуші бірнеше факторлар бар. Олар бірінші ананың гормональды жағдайына байланысты болуы мүмкін. Ол кезде жаңа туған нәрестенің терісіндегі май бездері айналымдағы ана гормондарының әсерінен майды қарқынды түрде бөле бастайды, ал терідегі өлі тері сол артық майдан бас терісінде жинақталып қалуы мүмкін деген болжам бар. Ал екінші ол тұқым қуалайтын бейімділік. Үшінші нәресте терісінің микрофлорасының ерекшеліктері. Теріде табиғи түрде мекендейтін саңырауқұлақтардың көбеюі. Ол негізі теріде болады, барлық адамда, тек нәрестелерде әртүрлі факторлардан көбейіп кетеді. Ыстық құрғақ ауада жиі баланы жатқызып қойған кезде дамиды, сонымен қатар химиялық және климаттық тітіркендіргіштер әсер етуі мүмкін. Және тағы бір болжам, ол жүктілік кезінде анасының ас қорыту жүйесінде бір аурулар болып, солар мазаласа, гастриттер, бауыр өш жолдарының аурулары жатады. Бұл дерматит ешқандай баланың басын қышытпайды және шаштың өсуіне де кедергі келтірмейді. Тек бізге ана ретінде бұны қатты уайымдап, біздің көңілімізге келіп тұрады. Сол себепті де оны емдеп, ертерек жазып алуға тырысып отырамыз. Бұл өздігіне кетеді дегенмен де тері күтімін жасап отыру қажет. Егер қайызға көп емес, қалың емес болса, балаға ешқандай ем керек жоқ. Тек қайызғақты арасында тазалап тұруға болады. Ал егер қайызғағы қалың, қатты болып, қайызғақтың астында тері қызарып қабынып тұрса, онда ем қабылдаймыз. Бұл кезде қайызғақты барынша тазалап, баланы жуындырып, құлақ артын, бет артындағы барлық қайызғақтарды жуып, одан кейін басына күнделікті 1-2 рет гормональды маздарды жағып тұрамыз. Ол мысалы адвантан, афлодерм сияқты маздар. Басын жуу үшін ең алдымен 1,5-2 сағат бұрын баланың басына үйде күйдірілген күнбағыс майын жағып қоюға болады, немесе вазелинді жағып қоюға болады. Олар осы қабыршақтарды жұмсартады. Және осыны жағып болғаннан кейін басына қалпағын кигізіп қою қажет. Одан кейін баланың шашын арнайы шампуньмен жуып, майда щеткілермен немесе арнайы майда тарақтармен тарап тазартып алуға болады. Баланың шашын немесе қасының айналасына орналасса қыртыстарды тырнақпен қыруға болмайды. Ол зақымдалған жерге инфекция түсіп, қызарып қабынуы мүмкін. Сонымен қатар қатты тарақтармен де тарауға болмайды. Оның барлығы баланың жұмсақ терісіне зиянын тигізеді. Тек ылғалдандырып тұру қажет және құрғатып, сүлгімен сүртіп, арнайы майс кремдерін жағып отыру керек. Осыны 2-3 күн сайын қайталап жасап тұрсаңыздар, қайызғақтар азаяды. Егер осылай күтім жасағанның өзінде бұл дерматит баланың шашынан кетпей жатса, ешқандай ем тиімді болмай жатқан жағдайда, онда құрамында кетоконазол бар, яғни саңырауқұлақтарға әсер ететін дәрілік майздарды, кремдерді, шампуньдарды қолдану қажет. Бұндай дерматит үлкен кісілерде де кездеседі, бірақ оның аурудың жүру барысы және емдеу жолы басқаша болып келеді.